Қараңызшы, не қолы, не аяғы жоқ мына ел. Жер бауырлап, домалап жүріп 3 бала тәрбиелеп өсірген. Тағдыры ерекше бұл жан Қытайда ең қайсар, ең ұлы ана деген атаққа ие болған. Есімі Ван Юши деп аталатын батыр ананың оқиғасын айтып берейін. Ол 1940 жылдары Гансу провинциясының шағын ауылында туған. Туа бітті қол аяқсыз жарық дүние есігін ашқан. Алғаш оны көргенде ауылдастары қатты шошып кетеді. Ауыл адамдары ата-анасына қол аяғы жоқ бала тірі қалмас, ертерек тастап жіберген дұрыс, кейін масыл болады деп кеңес береді. Алайда ерлі зайыптылар жүректері шыдамай баланы тастамайды. Адамға ең керек мүшелері жоқ болса да ол өте зирек, ең жарқын, тек күлімдеп тұратын бой жеткен боп өседі. 27 жасында таныстыру арқылы сол ауылдағы ең кедей жігітке тұрмысқа шығады. Күйеуінің ата-анасы ерте қайтыс болған, үйде жоқ. Екеуі тау бөктеріндегі лашықта өмір сүреді. Кейін ауыл тұрғындары жан ашып, қаражат жинап оларға топырақтан үңгір үй салып береді. Тағдырдың жазуымен ол 3 перзент сүйеді. Бәрінің дені сау. Батыр ана денесін сүйреп жүріп үй шаруасын өз атқарды. Баласын көтере алмағандықтан көрпемен биіктетіп жантайып емізетін. Бірде баланы ұстап отыра алмай екеуі бірге жерге құлап түседі. Өз ауырса да баласын дереу құшақтап жанашырлықпен жылап жібереді. Үй жинағанда сыпырғышты қысқа қолының астына қысып, бүкіл денесінің күшімен тазалайтын. Қайнаған шайнекті де солай ұстап су құятын. Қолдары жиі күйіп, күлдіреп кететін. Отбасындағы барлық киімді ол шынтақтарымен, тісімен ине сабақтап, жамап, жасқап тігетін. Әр тіккен сайын ине шынтағының терісіне кіріп кететін. Ал әр киімнен кейін аузы күлдіреп, жара болатын. Ойлаңызшы, тұрмысы өте төмен отбасында сау әйелдің өзі бұл қиындықтарға төзбеседі, ал оның аяқ қолы да жоқ. Басқалар 10 минутта бітіретін жұмысты ол тісімен немесе шынтағымен істеп, 5-6 есе көп уақыт жұмсайтын. Ондаған жылдар бойы оның шынтақтары ине іздерімен қалың сүйелге толды. Тісімен жиі жұмыс істегендіктен көптеген тістері ерте түсіп қалды. Қазір 60-тан асқан Ван Юшидің немере шөберелері бар. Бақытты әже. Балалары анасының көрген қиындықтарын жақсы түсінеді. Сондықтан оны құрметтеп, мәпелеп қарайды. Адам тағдырын таңдай алмайды, бірақ оны өзгерте алады. Ван Юши нағыз батыр ана. Барлық аналарға денсаулық тілеймін. Еңбектеріңіз үшін мың алғыс. Арбадағы бала осындай әсерлі қызықты оқиғаларды тағы айтып береді. Мені жеке қолдайым десеңіздер, номерім осы. Ерасыл Ж деп шығады. Парақшама жазылып, лайк бассаңыздар да мен үшін үлкен қолдау.